Арыс қаласының әкімі Қайсар Маңқараев қаланың келбетін көркейту жоспары бойынша жүргізіліп жатқан жұмыстар барысын бақылау үшін арнайы қала аумағын жаяу аралады. Қай тұста кемшіліктер бар, қай жер жөндеу жұмыстарын талап етеді, берілген тапсырмалар қаншалықты орындалуда. Толығырақ алдағы бейнеүзікте. Еске сала кетейік, осыдан бірер апта бұрын қала әкімі Қайсар Маңқараев тиісті сала басшыларымен бірге қалада орналасқан бірқатар саябақтарды аралаған болатын. Атап айтқанда қала басшысы Жеңіс саябағының абаттандыру жұмыстарын көріп, әрмен қарай Қасірет мемориалы, Арбат теміржолшылар демалыс саябағының жай-күйімен танысқан еді. Аралау жұмыстары барысында бірқатар кемшіліктерді түртіп алып, нысан келбетін қайта жөндеу мақсатында жауаптыларға тапсырма жүктеді. Ал бүгінгі аралаудың мәні де берілген тапсырмалардың қаншалықты деңгейде жүзеге асып жұмыс атқарылып жатқанын бақылау. Зерделеу жұмыстары нәтижесінде қала әкімінің тапсырмасымен Жеңіс саябағы толықтай жөндеу жұмыстарынан өтетін болды. Сондай-ақ саябақ ішіндегі әрбір әсемдік мүсіндер мен ескерткіштер жарықтандырылып, демалыс аймақтары да қайта жөнделетін болады. Жұмай Мабызбайдын, Мұхаммед Али Әділ, Арт ТВ жаңалықтары.